Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, бүгін біз сіздермен food тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Ал ендеше кеттік. Алдымен сөздер жазып алайық. Breakfast. Breakfast дегеніміз бізде ол таңғы ас. Ал түскі ас lunch. Кешкі ас dinner. Сонымен достар, таңғы асқа әдетте адамдар не қабылдайды, соны жазып алайық. Кеттік. Bread. Bread бұл бізде нан. Bread деген кезде бред деп айтып қоймаңыздар. Bread. Butter. Butter дегеніміз сары май. Ары қарай cereal. Cereal ол бізде cereal емес, бұл хлопья. Яғни таңғы асқа жейтін сухой завтрак. Ары қарай cheese. Cheese дегеніміз бізде сыр. Coffee. Coffee дегеніміз бұл кофе. Eggs бізде жұмыртқа. Jam варенье. Orange juice. Orange juice бізде бұл апельсиновый сок. Ары қарай milk сүт. Sugar қант. Tea шай. Toast тостер кептірілген нан. Енді түскі асқа және кешке біз не қабылдаймыз, соны жазып алайық. Fish балық. Ketchup кетчуп. Meat ет. Steak ол бізде steak. Chicken ол құстың еті. Және де достар, егер сіздер білмесеңіздер, mutton ол бізде баранина, яғни қойдың еті. Ал pork дегеніміз ол шошқаның еті. Біліп жүру қажет. Olive oil. Olive oil дегеніміз бұл бізде оливковое масло. Pasta бұл паста. Rice бұл бізде рис, яғни күріш. A salad бұл салат. Vegetables дегеніміз бұл көкөністер. Vegetables дегеніміз көкөністер. Carrots бұл бізде сәбіз. Chips чипсы. French fries деп те айтады. French fries дегеніміз ол картошка фри. Lettuce бұл бізде листья салата. Mushrooms бұл бізде саңырауқұлақтар. An onion дегеніміз бұл бізде пияз. Peas бұл бізде горох. Potatoes бұл бізде картошка. Tomatoes бұл бізде помидор. Ал егер біз огурцы деп айтатын болсақ, ол бізде cucumber огурцы. Енді desserts and snacks. Dessert ол бізде десерт. Snacks ол бізде закускалар. Яғни көшеде кетіп бара жатып, басқа нәрсе істеп жатқан кезде сіздер жеп қойсаңыздар болады. Соны біз snack дейміз, перекус. Сол сіздерді жазып алайық. Biscuits дегеніміз бізде ол бисквиты, да? Cake торт. Chocolate шоколад. Crisps ол бізде чипсы. Fruit salad фруктовый салат, жеміс-жидектен жасалған. Ice cream бұл бізде мороженое. Sandwich бұл бізде сэндвич, яғни колбаса, нан, сыр. Sweets бұл бізде тәттілер, болмаса конфеты. Fruit apples, bananas, grapes, oranges, pineapple. Сіздерге тағы да үй тапсырмасы vegetablesқа тағы да 5-6 сөздер табу, және де fruitsке тағы да 5-6 сөз өздеріңіз тауып жазып алыңыздар. Жарай ма? Бұл сөздерді жаттап алу керек, окей? Енді достар, сіздерге қазір бір тапсырма. Экранға бір сурет шығарамын. Экранға мен 3 сурет шығарамын. Сіздердің тапсырмаларыңыз оны паузаға қойып, дәптерге сіздер не көріп тұрсыздар, соларды жазу. Яғни, мысалы, егер мынау корзинада сіздер мынандай заттар көріп тұрсаңыз, айтасыз. I can see, или in this basket, I can see 5 apples, 1 champagne, 1 beer, немесе 5 beer, and a bottle of water, и так далее. Яғни сіздер описать ету керексіздер. Яғни сіздер жалпы не көріп тұрсыздар, соны жазу керексіздер. Жарай ма? Кеттік онда. Бірінші сурет. Паузаға қойып, не көріп тұрсыз, соны жазыңыз. Кейін маған суретке түсіріп, телеграмға үй тапсырмасын жібересіз. Екінші сурет. Үшінші сурет. Онда ары қарай жүреміз.
Достар, бүгін сонымен қатар сіздермен мен артикльдер өткім келіп жатыр. an және де some и any. An деген бұл артикльдер, егер бір зат есім болатын болса, сіздер қосасыздар and. Ал егер some мен any болатын болса, бұл бірнеше, несколько деген сөз. Мысалы, some apples. Бізде бірнеше алма бар. We have some milk. Яғни бізде кішкене сүт бар, болмаса кішкене алма бар. Егер біз болымсыз, болмаса сұраулы сөйлем істейтін болсақ, біз any қолданамыз. Any дегеніміз ол да кішкентай азын-аулақ деген сөз, бірақ жоқ дегенді білдіреді. Яғни, we don't need any tomatoes. Бізге ешқандай помидордың қажеті жоқ. Үйге кішкене шекер керек пе? Деп сұрайтын болсақ, біз сұраймыз Do we need any sugar? Do we need a tomato? Яғни, some дегеніміз кішкене, any болса кішкене емес, болмаса мүлдем керек жоқ, ал сұрақ болатын болса, бізге кішкене керек пе? Some, any қолдану жолдарын түсініңіздер деп ойлаймын. Сіздерге үй тапсырмасы some мен any'ге 7 сөйлем құрау. Жарай ма? 10 емес, 15 емес, 7 сөйлем құрасаңыздар жетеді. Болымды, болымсыз, сұраулы болсын, Some және any деген сөздерді қолдана отырып, сөйлемдер құрау. Достар, енді сіздерге кішігірім тапсырма, қазір сіздер тыңдайсыздар. Тыңдаған кезде бізде бұл шоу ретінде болады. Бұл шоуда бір кісі бізде тамақ әзірлейді, ал екі жүргізуші шоуды бақылап отырады. Ол жаңағы тамақ пісіретін кісі өзінің тамағында қандай ингредиенттер болатынын айтады, ал сіздердің тапсырмаларыңыз соның барлығын жазып алу. Жарай ма? Сіздер бірнеше рет тыңдасаңыздар болады. Ең басты мақсатымыз ол сіздерге тыңдауға үйрену және де не айтылғанын жазып алу. Онда кеттік. Good evening. My name's Bob, and welcome to another edition of Can Men Cook? Yes, they can! Well, Belinda, who's our first guest tonight? This is Colin Davidson, and he's from Bristol. Hello, Colin. What can you cook? Hello, Bob. My speciality is spaghetti bolognese. And what do you need to make it, Colin? Well, for 4 people, you need some spaghetti, about half a kilo, Bob. And then for the bolognese sauce, you need an onion, some butter, a carrot, some mushrooms, some tomato ketchup. Tomato ketchup, Colin? Yes, that's right. And you also need some red wine. Do you need any meat, Colin? Yes, Bob. You need some meat, about 300 grams, and some cheese. What kind of cheese? Any kind. It doesn't matter. OK, so those are all the ingredients. The question now is, can men cook? Yes, they can! Colin, you have exactly 30 minutes to make us spaghetti bolognese. Well, Bob, first you cut up the onion and you fry it. Then you take... OK, Colin, that's your 30 minutes. And now it's time to taste the spaghetti bolognese. And it looks... delicious. Belinda, can you try it for us? Well, Belinda, what do you think of it? Can men cook? Yes, Colin, it's very interesting. I'm sure your wife loves your cooking. I'm not married, Belinda. Would you like to have dinner with me? Well, that's all we have time for. Until next week, it's goodbye from me, Bob Keane, Belinda Layton, and Colin Davidson from Bristol. Тамаша достар, енді сіздерге үй тапсырмасы. Сіздер өзіңіздің ең жақсы көретін тамағыңыздың қалай әзірленетінін жазу керексіз.
яғни кішкене шығарма. My favorite dish болмаса my favorite food. Менің ұнататын тамағым. 5 болмаса 5 бармақ. Сонымен айтасыздар 5 бармақ қайдан шықты, қалай жейді, оған не қажет және қалай оны дайындаймыз. Яғни қалай оны тамақты дайындайтыныңызға қатысты сіз аудиомен немесе видеомен болмаса текстпен жіберсеңіз болады үй тапсырмасын. Жарай ма достар? Достар, еш ерінбеңіздер, қызықты осындай үй тапсырмаларын орындауға дайын болыңыздар. Интернетті шарлаңыздар, аударатын нәрсені аударыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Маған сұрақ қойыңыздар. Жарай ма? Окей, бүгінге сабақ осымен бітті. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Goodbye.